Сәлеметсіз бе, есімім Арыстанбеков Артур. Бұл Метеоның тапсырмасына арналған видео. Тобым сейсенбі күні сағат 3-тен 4-ке дейін. Қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуы бірнеше мыңжылдықтарға созылған тарихи процесс. Оған ғайыр қазақ жерінде ежелгі дәуірден бастап әртүрлі мемлекеттер мен тайпалық одақтар өмір сүріп, олардың саяси тәжірибесі мен басқа да дәстүрлері кейінгі ғасырларда қазақ хандығының және қазіргі Қазақстан Республикасының негізін қалады. Мемлекеттің дәстүрі бұл тек билік институттарының эволюциясы ғана емес, ол ұлттың өзін-өзі тануының рухани бірлігінің және тарихи сабақтастығының көрінісі. Қазақ мемлекеттігінің тамыры тереңде жатыр. Сақтар мен ғұндардан бастап түркі қағанаттары, Қыпшақ пен Алтын Орда дәуірлеріне дейін созылып, Қазақ хандығы арқылы тәуелсіз Қазақстанға дейін жетті. Келесі сұрақ: Қазақ хандығының құрылуының алғышарттары. Қазақ хандығының құрылуы кездейсоқ құбылыс емес. Ол ұзақ тарихи дамудың заңды нәтижесі болды. Оның басуына қазақ жеріндегі өмір сүрген ежелгі орта ғасырлық мемлекеттер тұр. Біздің заманымызға дейін 8-3 ғасырларда өмір сүрген сақтар қазіргі Қазақстанның оңтүстігі мен шығысын мекендеп, әскери және саяси тұрғыдан ұйымдасқан қоғам құрды. Сақ тайпалары патшайым Томирис, Шырақ сияқты тарихи тұлғалар арқылы ел мен жердің тәуелсіздігін қорғады. Бұл дәстүр кейінгі қазақ халқының еркіндік рухының бастауы болды. Ал біздің заманымызға дейін 3 ғасырдан бастап ғұндар орталық Азияда қуатты әскери мемлекет құрды. Атилла, яғни бәрімізге белгілі Еділ есімі әлемге әйгілі тұлғаға айналды. Ғұндардың мемлекеттік басқару жүйесі, әскери тәртібі, ел бірлігіне негізделген құрылымы кейін түркілер мен қазақтарға үлгі болды. 6-8 ғасырларда құрылған түрк қағанаты түркі халықтарын біріктіріп, мәңгі ел идеясын қалыптастырды. Бұл идеяның мәні мемлекеттің тұрақтылығы мен халықтың бірлігін сақтау. Кейін Қарлұқ, Қимақ, Оғыз, Қарахан мемлекеттері пайда болды. Қарахан дәуірінде ислам діні ресми түрде қабылданып, құқықтық және рухани негіз қалыптасты. Ал 11-13 ғасырларда Қыпшақ хандығы мен Алтын Орда билік құрды. Бұл мемлекеттер дипломатияны, сауданы және әскери құрылымды жетілдірді. Алтын Орда дәуірінде орталықтанған билік пен салық жүйесі қалыптасты. Осы мемлекеттердің барлығы қазақ мемлекеттілігінің тарихи сабақтастығын қамтамасыз етті. Келесі сұрақ: Қазақ хандығының құрылуы және территориясының қалыптасуы. 15 ғасырдың ортасында Шығыс Дешті Қыпшақ аумағында қазақ рулары мен тайпалары бір орталыққа бірігу қажеттігін сезді. Керей мен Жәнібек сұлтандар Әбілқайыр ханның билігіне наразылық танытып, Моғолстан жеріне көшіп барып, 1465-66 жылдары қазақ хандығын құрғанын бәріміз білеміз. Қазақ хандығының негізгі мақсаты елдің бірлігін сақтау және дербес билікті нығайту болды. Бұл хандықтың құрылуы қазақ халқының саяси бірігуінің нақты белгісі болды. Қазақ хандығының негізгі мақсаты кейін хандықтың аумағы кеңейіп, Жетісу, Сырдария бойы, Дешті Қыпшақ, Ұлытау мен батыс өңірлерін қамтыды. Қазақ қоғамында билік хан, би, батыр және ақсүйектер арасында бөлінді. Хандар ел бірлігін сақтау мен сыртқы саясатқа жауапты болса, билер әділ сот жүргізіп, қоғамдағы тепе-теңдікті сақтады. Билер институты мемлекеттің ішкі тұрақтылығын қамтамасыз етті. Төле би, Қазбек би, Әйтеке би сынды тұлғалар ел бірлігінің символына айналды. Қазақ хандығының құқықтық негізі Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, жеті жарғы заңдарынан көрініс тапты. Бұл заңдар әділдік, ар-намыс және тепе-теңдік қағидаларына негізделді. Мысалы, Тәуке ханның жеті жарғысы тек қылмыстық құқық қана емес, сонымен қатар
әлеуметтік қатынастар мен жер мәселесін реттеді. Бұл мемлекеттің құқықтық мәдениетінің жоғары деңгейін дәлелдеді. Келесі сұрақ: қазақ мемлекетінің қайта жаңғыру кезеңдері. Алаш автономиясына келетін болсақ, 20 ғасырдың басында қазақ зиялылары ұлттың саяси тәуелсіздігін қайта қалпына келтіруді мақсат етті. Сөйтіп 1917 жылы Орынборда өткен екінші жалпы қазақ съезінде Алаш автономиясы құрылды. Алаш орда үкіметі құрылды. Бұл қазақ халқының демократиялық басқаруға ұмтылған алғашқы ұлттық мемлекеті еді. Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, Халел Досмұхамедұлы, Мұстафа Шоқай сынды тұлғалар ұлттық мемлекеттіліктің жаңа үлгісін ұсынды. Олар жердің тұтастығын, ана тілдің мәртебесін, заң үстемдігін және білім беру ісін басты мақсат деп санады. Алаш идеясы қазақ мемлекеттілігінің рухани және саяси жаңғыруының символы болды. Бірақ 1920 жылы 26 тамызда Қазақ автономиялық кеңес социалистік республикасы құрылды. Бұл қазақ халқының аумақтық тұтастығын қалпына келтіруге мүмкіндік берді. 1936 жылы Қазақ АКСР одақтас республика мәртебесін алып, Қазақ кеңестік социалистік республикасы болып қайта құрылды. Кеңес дәуірінде индустрия, білім және мәдениет саласында елеулі жетістіктерге қол жеткізілді. Алайда сталиндік қуғын-сүргін жылдары көптеген қазақ ұлттық зиялылар, соның ішінде алаш қайраткерлері жазықсыз жапа шекті. Оған қарамастан халықтың мемлекеттік санасы өшкен жоқ. Қазақ КСР кезеңінде ұлттың мәдениеті мен мемлекеттік институттары сақталып, кейін тәуелсіздік алуға тарихи негіз қаланды. 1986 жылы желтоқсан оқиғасы қазақ жастарының еркіндік пен әділдік жолындағы күресінің көрінісі болды. Бұл оқиға КСР-дағы ұлт саясатының әділетсіздігін ашып көрсетті және тәуелсіздік үшін күрестің жаңа кезеңі бастады. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі жарияланды. Бұл қазақ халқының ғасырлар бойы арманының жүзеге асқан сәті болды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев алғашқы президент ретінде мемлекеттің жаңа бағытын айқындады. Нарықтық экономикаға көшу, халықаралық қатынастарды орнату, ұлттық рәміздерді бекіту және рухани жаңғыру. Тәуелсіз Қазақстан. 1991 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан мемлекеттік егемендігін нығайту жолында терең өзгерістерден өтті. Бұл процесті заманауи мемлекеттің институттарының қалыптасуы, ұлттық сананың қайта жандануы және тарихи мұрамен сабақтастықты қалпына келтіру ретінде сипаттауға болады. Конституциялық негіз және билік тармақтарының дамуы. Ең алдымен 1995 жылы қабылданған тұңғыш Конституция мемлекеттік биліктің үш тармағы парламент, үкімет және сот жүйесі арасындағы қатынастарды анықтады. Бастапқыда президенттік басқару формасы басым болғанымен, уақыт өте келе парламенттің рөлі айтарлықтай күшейтілді. 2017 және 2022 жылдары конституциялық реформалар арқылы заң шығарушы билік кеңейіп, парламенттің бақылау функциясы нығайтылды. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына нақты өкілеттіктер берілді. Сот билігінің тәуелсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған шаралар іске асырылды. Бұл өзгерістер демократиялық қағидаттарға сәйкес ашық және есепке алатын мемлекеттік аппарат құруға бағытталған. Тәуелсіздік қазақ тіліне мемлекеттік мәртебе беру арқылы оның әлеуметтік мәдени кеңістіктегі орнын негізінде өзгертті. Бүгінде қазақ тілі мемлекеттік басқару, білім және мәдениет саласындағы негізгі құралға айналу үстінде. Сонымен бірге ұлттық тарихты қайта қарау, алаш қайраткерлерінің есімін қалпына келтіру және дәстүрлі мәдениет пен рухани құндылықтарды насихаттау арқылы
ұлттық бірегейлік сақталып, дамып келеді. Мәңгілік ел идеясы және жаңа Қазақстан тарихи миссияның заманауи жалғасы болып саналады. Қазіргі заманғы Қазақстанның идеологиялық негізін мәңгілік ел тұжырымдамасы құрайды. Бұл тек бір ғана саяси ұран емес, сонымен бірге қазақ хандығының мемлекеттік дәстүрін жалғастыру, алаш автономиясын, тәуелсіздік пен ұлттық өзін-өзі тану идеясын жаңғырту, тәуелсіздік жылдарында қалыптасқан ортақ қазақстандық сәттілік пен болашаққа деген сенімді бейнелейді. Ал жаңа Қазақстан тұжырымдамасы бұл мәңгілік ел құндылықтарын іс жүзінде жүзеге асырудың келесі кезеңі. Ол әлеуметтік әділеттілік, ашық билік, экономикалық өркендеу және азаматтардың өмір сапасын жақсартуға бағытталған. Тәуелсіз Қазақстан тарихы мемлекеттік институттарды біртіндеп жетілдіру, ұлттық сананы қалпына келтіру және өткен тарихпен сабақтастықты сақтау арқылы ұлт ретінде өзін-өзі тану жолының айқын үлгісі. Мәңгілік ел және Қазақстан осы жолдың табиғи жалғасы ретінде елдің болашақ тағдырын белгілеп, тарихи миссиясын одан әрі жалғастыруда. Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстанда жаңа конституция қабылданып, билік тармақтары анықталды. Парламент, үкімет және сот жүйесі демократиялық қағидаларға сай жұмыс істей бастады. Мемлекеттік тіл мәртебесі күшейіп, ұлттық тарих пен мәдениет қайта жанданды. Мәңгілік ел идеясы мен жаңа Қазақстан тұжырымдамасы қазіргі заманда мемлекеттіліктің сабақтастығын жалғастырып отыр. Бұл алаш пен қазақ хандығының тарихи миссиясының заманауи жалғасы. Қорытындылай келе, қазақ мемлекеттілігі мыңдаған жылдар бойы үздіксіз дамып келе жатқан тарихи құбылыс. Ежелгі сақтар мен ғұндардың жауынгерлік дәстүрі, түркілердің бірлігі идеясы, алаш зиялыларының демократиялық көзқарасы және тәуелсіз Қазақстанның заманауи жетістіктері бәрі бір тұтас тарихи тізбекті құрайды. Мемлекеттіліктің басты тірегі бірлік, әділдік және рухани жаңғыру. Сондықтан бүгінгі ұрпақ қазақ мемлекеттілігінің дәстүрлерін терең түсініп, оны сақтау мен дамыту жолында еңбек ету қажет. Қазақ елі еркіндік пен тұрақтылықтың символы, өткеннің өнегесін, бүгіннің сабақтастығын және болашақтың сенімін біріктірген мемлекет.